Көптеген адамдар атақ-даңқпен танымал болуды армандайды, бірақ атақ-даңқтың кемшілігі бар. Папараццилер мен миллиондаған жанкүйерлер атақты адамдардың әр қадамын қадағалайтындығынан басқа шоу үшін өмірге қажетсіз назарды тартады. Бұл кейде өте қымбатқа түседі. Өздерінің кумирлеріне құмар жанкүйерлер үйлеріне басып кіріп қудалайды, жағымсыз сыйлықтар жібереді, қорқытады. Ал кейде жанкүйерлердің зиянды махаббаты әлдеқайда қорқынышты салдарға әкеледі. 90-шы жылдардың ортасында американдық поп патшайымын жанкүйері қудалай бастайды. Мадоннаға құмар ер адам ұзақ уақыт бойы жұлдызды аңдып, оның өмір салтын, қимыл қозғалысын зерттеп, оның қайда тұратынын кейінірек білген. Өзінің кумирінің сүйікті мекен-жайына ие болған жанкүйер Мадонна тұратын үйге баса көктеп кірмек болған. Бірақ жұлдыздың жеке күзетшісі оны тоқтатты. Алайда күзеттің болуы қылмыскерді тоқтатпай, ол оққағар мен